саламатсыздар ма? Менің есімім Дина, жасым 64-те, зейнеткермін. Мен осы компанияға денсаулығыма байланысты келгенмін. Менің давлением 200-ге көтеріліп, инсульт алғанмын. Память потеряла. Сол осы 23 жылы осындай аурумен ауырған кезде мен Мейринкестің компаниясының продукциясын іштім. Енді одан бір азырақ нәтиже алдым, бірақ менің давлением тоқтамайтын болды. Қайта-қайта көтеріле береді. Содан былтырғы жылғы февралдың 1-нен бастап осы компанияға тіркеліп, TikToktан осы магний-водород іше бастадым. Мен магний-водородтан керемет семьямен результат алып отырмын. Ең бірінші менің результатым менде гайморит болған. Гайморит, балам гайморит, қызым гайморит, үшеуміз бірдей, бір жеті бойы керемет қақырықтар түсті. Мұрнымыздан да, аузымыздан да кетті. Давлением қалпына келтірілді. Мен қазір 2 күннің бірінде скорый шақыратын бұрын, қазір скорый шақырмаймын. Аллаға мыңда бір тәуба деймін. Осындай компанияға келгеніме. Одан кейінгі менде тағы бір результат аллергия болды. Енді әйел адамбыз ғой үйде. Ұн илейміз, нан жұмыстармен жасағанда менде көзімді жасағып, түшкіріп, аузымды марлмен байлап ұн илейтінмін. Қазір Аллаға шүкір, қазір аллергиям кетті. Мен аллергияны қайдан пайда болған кейін білдім. Сөйтсем, менің ішімде паразиттер көбейген екен. Паразитке мен авалайнды қосып іштім. Содан менде қазір аллергия тоқтады. Одан геморрой болған. Геморройға кезінде 10 клиника операция жасатқан. Менің күнделікті ішім қатып қалады. Мен постоянно сена шөбін ішіп жүретін. Аллаға шүкір, қазір столда регулировка келді. Менің ішім қазір қатпайды. Одан кейінгі менде жировой гепатиз болған. Бауырымды май басқан. Өтім толы болды. Аузыма постоянно қышқыл келіп отыратын. Осы гепалайнды қосып іштім осыған магний-водородпен. Қазір бауырымда жақсарды. Өткенде УЗИға түскенде бауырымды таза деп берді. Одан кейінгі менде тағы бір результат панкреатит болған. Панкреатит асқынғанда ішіңіз диарея болып кететкен. Шындық, менде осы панкреатитім жақсы болды. Бұған мен гепалайн қостым, беталайн қостым. Аллаға шүкір, қазір денсаулығым жақсы. Адам баласы ойлайды ғой, мен осы продукцияға тәуелді болып қалдым ба деп, мен осы июль айының 1-нен бастап осы магний-водород тоқтаттым. Көрейін, мен тағы давлением көтеріліп кете ме деп, қалтамда бірақ аптеканың давление дәрісін салып жүрдім да, қай күн көтеріліп кетіп, қорқып жүрдім. Сөйтсе, менде 1 ай бойы давлением көтерілген жоқ. Сонда менің давлением 6 айдың ішінде тұрақталғанын көзім жетті. Аллаға шүкір, қазір давлением ешқандай көтерілмейді. Тағы да айта берсем, семьямда көп результаттар алдық. Баламда гайморит болды, геморрой болды, баламда жақсы болды, қызымда жақсы болды, памятім жақсарды. Бұрын көп нәрсені ұмытып қалып едім, қазір уже памятім жақсарды. Мен не себепті инсульт алған кезде память потеряла. Мен кейін КТ-ға түскенде маған айтты, сенің ми клеткаларында тамырлар, ұсақ тамырлар құрғап кеткен дейді. Сонда адамға оттегі бармаған кезде ми құрғап, адам есінен ауып, адам танымай қалады екен. Аллаға шүкір, қазір соның бәрі қалпына келді. Дандален компаниясына алғысым шексіз.